Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамында ешқандай ашытқы, сода қосылмайтын, өте дәмді және де тәтті болып шығатын ұсақ бауырсақтар дайындаймыз. Шаймен ішкенге де өте керемет, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бізге қажет ингредиенттер ұн, сүт, қант, жұмсақ сары май және де 2 жұмыртқа. Ең алдымен ыдысымызға қантымызды саламыз, жұмсақ сары майымызды саламыз. Осылай қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде сары майымыз бөлме температурасында осылай жұмсақ болу қажет. 2 жұмыртқамызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Сүтімізді құямыз. Сүтіміздің температурасы маңызды емес. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ситадан өткізілген ұнымызды дайындап аламыз және де аз-аздан салып, осылай қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Ұнымызды араластырып болғаннан кейін, келесі біз осылай қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды осылай илеп алдық, енді бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Он 15-20 минут өткеннен кейін қамырымызды осылай алып, кішкене ұн сеуіп, жақсылап қолымыздың көмегімен илеп аламыз. Илеп болғаннан кейін бетіне тағы да ұнды сеуіп, оқтаудың көмегімен қамырымызды орташа етіп жаямыз. Қамырымызды орташа етіп жайып болғаннан кейін, біз осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп барлығын кесіп шығамыз. Барлығын осылай ұзынша етіп кесіп алдық. Енді қолымыздың көмегімен лағман созған сияқты дөңгелетіп шығамыз. Мен осылай орташа етіп дөңгелетіп алдым. Енді осыны ұсақтап турап аламыз. Сіздер бұдан да ұсақ қылдырсаңыздар болады. Барлығы да өз қалауларыңызша. Міне осылай барлығын кесіп аламыз. Бауырсақтарымыздың барлығын осылай орташа көлемде етіп кесіп алдым. Енді пісіруді бастаймыз. Қызып тұрған күнбағыс майына бауырсақтарымызды осылай салып, араластыра отырып пісіріп аламыз. Барлық бауырсақтарымыздың барлығын осылай пісіріп шығамыз. Осылай жақсылап араластырып отырыңыздар, сол кезде біркелкі болып, барлық жағы пісіп шығатын болады. Бауырсақтарымыз жұмсақ әрі тәтті болып шығады. Сіздерге де және балаларыңызға да ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал егер де осы видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.